Баршаңызға сәлем. Қазақтың сүт қатқан қою күрең шайына ешқандай шай жетпеді, бірақ арасында дәруменге бай осындай шайдың түрлерін ішіп тұрған ағзаға өте пайдалы. Шайнегімізге алдын ала жуылған кептірілген итмұрынды яғни шиповнигімізді саламыз. Үстіне лимон тілімдерін салдым және аздаған шай салдым. Сөйтіп қайнап тұрған суды құйдым. Шайдың бұл түрі тұмау өршіген кезде өте пайдалы. Итмұрын да, лимон да С дәруменіне өте бай. Оны баршаңыз да білесіздер, және ескере кететін жайт, шиповникті көп қолданған кезде тістің эмаліне зақым келтіруі мүмкін. Сол үшін шиповникпен шай ішкеннен кейін артынша тісті жылы сумен бір шайып жіберу керек. Дәруменге бай келесі шайымыздың түрі шырғанақ қосылған шай деп аталады, яғни облепиха. Облепиханың мендегі мұздатылған түрі, қайнатылмаған түрі. Шайнекке облепихадан салдым, үстіне лимон тілімдерін және корица салдым, яғни дәм қабық. Ол шайға ерекше дәм береді және пайдасы өте көп. Үстіне аздаған шай салып, қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұндай шайлардың ешқайсысына мен пал қоспаймын, өйткені палдың қасиеті жоғарғы температурада барлық өзінің пайдалы қасиетін жойып жібереді. Қалауларыңызша набат қоссаңыздар болады. Мінекей, екі түрлі өте дәруменге бай шайымыз дайын болды. Сіздер де даярлап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Кеңес беремін.